Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 3-ші сыныптың математикасы 84-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Бірінші есеп өрнектерді мәнімен сәйкестендіріп, мүсіндер қандай материалдан жасалғанын анықта. Бірінші өрнек металға байланысты екен. 200 көбейту 3, азайту 300. 200-ге 3-ті көбейтетін болсақ 600 шығады. Одан 300-ді азайтатын болсақ 300 болады. Сонда металдан 300 деген жауапқа сәйкестендіріп қарайтын болсақ, Қарасай батыр ескерткіші жасалған екен. Екінші бізде тас 1000 азайту 400 көбейту 2 дейді. 400-ді 2-ге көбейтетін болсақ 800 болады. 1000-нан 800-ді азайтатын болсақ 200 болады екен. Тастан жасалған ескерткіш 200 деген жауаппен сәйкес келетін, бұл Сұлтан бейбарыс ескерткіші екен. Үшінші ағаштан жасалған ескерткіш, бұл 20 көбейту 3 қосу 40. Сонда біз 20-ны 3-ке көбейтсек 60, 60-қа 40-ты қосатын болсақ 100 болады. Сонда батыр мүсіні 100 деген жауаппен ағаштан жасалғаны анықталды. Екінші есептің А нұсқасы. Есептің берілгені, бұл жерде қалдықпен табу керекпіз және қалдықсыз бөлінетін санды табу керекпіз. Мысалы, қорапқа 12 қарандашты 6-дан бөліп сал дейді. 12 6-ға бөлінеді. Бұл қалдықсыз бөлінетін есеп. Демек 12-ні бөлсек 6-ға 2 қорап болады. Сонда біз теңде 2 қорапқа бөліп сала алады екенбіз 12 қарандашты. Келесі әсі 14-ті бөл 6-ға дейді. 14-тің ішінде 2 6 бар. Яғни 6-ға 6-ны қосатын болсақ 12. Сонда 2 қорап және 2 қалдық болады. Енді тексерейік. Шыққан жауапты бөлген санымызға көбейтеміз. Сонда 2-ге көбейтемін 6-ны және оған қосамын 2-ні. 14 бастапқы жауап шығады екен. Б. Бұл есепті сіздерге жазып көрсеткен. Бұл жерде бүтін сан шықпайды, 0 болады. Қалдығы 5. Неше рет бар? 5 санның құрамында 6 саны жоқ, яғни 0. Сонда үстелдің үстінде қалатын болып тұр ғой, барлық қарандаштардың барлығы. Ешқайда да қорап та қажет емес, ол ешқай жаққа да салынбайды екен. Келесі бізде 3-ші есеп. А нұсқасы. Көркем еңбек сабағында балалар 20 қоянның мүсінін жасады. Оларды әр қатарға 9-дан қойды. Қанша қатар шықты, қанша мүсін артылып қалды дейді. Есептің жоспары. Қоян 20 мүсін, әр қораптарға 9 қояннан қойды. Шықты қанша қатар, қалды қанша мүсін, соны табуымыз керек. Олай болса, шешуі деймізде, бірінші 20 мүсінді бөлеміз 9 қатарға. Сонда 2 бүтін және 2 қалдық шығады. 20-да 2 9 бар, е? Сонда тексереміз. 2-ні көбейтеміз 9-ға, қосамыз 2 қалдыққа. Сонда 20 қоян шықты. Демек жауабы 2 қатар шықты. 2 мүсін қалды деген сөз. Келесі Ә нұсқасы. Қалдықпен бөлуге есеп құрастыр. Мысалға, біз бір мысал алайық. Мысалы, машина 25, әр қатарға 3-ден орналастырды. Қанша қатар болды және қанша қалды деп сұрасақ болады. Осылай есеп құрастырдық. Шешуі 25-ті бірінші бөлеміз 3-ке, сонда 8 бүтін 1 қалдық қалады. 25-тің ішінде 8-ден 3 бар, е? 25-ке жуықсан бізде 24 қой, сонда 8 жердегі 3-іміз 24 болады екен. Енді тексереміз. Ол үшін 8-ді 3-ке көбейтеміз. Сонда 24 болады. Оған қосамыз 1-ді. 25 машина шықты. Жауабына жазамыз. 8 қатарға қойды, 1 машина артылды деп жазып қойсақ болады. Келесі бізде 4-ші есеп. Қалдықпен бөлуді орында және оны тексер. 29-ды бөл 7-ге дейді. 29-ға жақын сан, жуық сан бізде 28. Ал неше жердегі 7-міз 28-ге тең. 4 жердегі 7-міз 28-ге тең. Сонда
29-дан алып тастаймыз 28-ді, сонда бір қалдық қалады. Енді тексереміз. Шыққан 4 бүтінді бөлген 7-ге көбейтеміз және қалдығы 1-ді оған қосамыз. Сонда 29 шығады екен. Ал екінші есепте 85-ті бөл 9-ға дейді. Сонда 85-тің бізге жақын саны, жуық саны, 85-ке жақын жуық саны 81 болады. Демек 9 жердегі 9-ымыз 81. Сонда 9 бүтін болады. Және егерде 85-тен 81-ді алып тастайтын болсақ, 4 қалдық қалады екен. Келесі 19-ды бөл 2-ге дейді. Сонда бізде 19-да 19-ға жуық сан бізде 18. Сонда 2 жердегі 9-ымыз 18. Демек 9 бүтін 1 қалдық қалады екен. 19-дан сонда біз 18-ді алып тастаймыз. Сонда 1 қалдық қалады. Енді осыны тексеріп алайық. Бірінші есепті айтып кеттік. Екіншісінде 9-ды көбейтеміз 9-ға және оған қосамыз 4 қалдықты. Сонда 9-ды 9-ға көбейтсек 81, оған 4-ті қоссақ 85. Келесі 9-ды көбейтіп аламыз 2-ге 18 болады. Ойдағы және бір қалдықты қосамыз, сонда 19 болады екен. Келесі 46-ны бөл 5-ке дейді. 46-ға жуық сан бізде 45. Демек 9-дан береміз. Сонда 9 бүтін 1 қалдық қалады екен. Келесі 680-ді бөл 80-ге дейді. Біз 8 бүтіннен береміз. 8 болады сонда. 680-ді 8-ге бөлсек 8 бүтін және 40 қалдық қалады екен. Келесі 88-ді бөлсек 9-ға 9 бүтін және 7 қалдық болады. Енді осыны тексеріп шығамыз. 9-ды көбейтеміз 5-ге, қосамыз 1 қалдыққа, сонда 46 болады. 8-ді көбейтеміз 80-ге, оған қосамыз 40-ты, сонда 40 қалдықты, сонда 680 болады. 9-ды көбейтеміз 9-ға және оған қосамыз 7-ні, сонда 88 болады екен. Келесі ары қарай дәл осылай шығарамыз. 130-ды бөлеміз 60-қа, сонда 2 бүтін 10 қалдық шығады. 4-ті бөлеміз 3-ке, 1 бүтін және 1 қалдық қалады. 52-ні бөлсек 5-ке, 10 бүтін және 2 қалдық қалады. Енді осы есепті тексеріп алайық. 2-ні көбейтеміз 60-қа, сонда бізде 120 болады, оған қосамыз 10 қалдықты, 130 шығады екен. Келесі 1-ге көбейтеміз 3-ті, оған қосамыз 1-ді, 1 қалдықты, сонда 4 шығады. Келесі 10-ды көбейтеміз 5-ке, оған қосамыз 2 қалдықты, сонда 52 шығады. Келесі 135-ті бөлеміз 40-қа, сонда 3 бүтін және 15 қалдық қалады. Келесі 7-ні бөлеміз 6-ға, 1 бүтін және 1 қалдық қалады. 8-ді бөлеміз 7-ге, 1 бүтін және 1 қалдық қалады. Енді тексеріп алайық. 3-ті көбейтеміз 40-қа, қосамыз 15 қалдықты, сонда 135 шығады. 1-ді көбейтеміз 6-ға, қосамыз 1-ді, сонда 7 шығады. Келесі 1-ді көбейтеміз 7-ге және қосамыз 1-ге, сонда 8 шығады екен. Есеп дұрыс шығарылды деген сөз. 5-ші есепті шығар. Ағаштан мүсін жасау үшін орманнан 43 бөрене әкелу қажет. Мәшинеге 4 бөренеден артық салуға болмайды. Барлық бөренені әкелу үшін орманға неше рет баруға тура келеді деп сұрап тұр екен. Олай болса, есептің жоспары: әкелу керек 43 бөрене, сияды 4 бөрене, бару керек қанша рет деп сұрап тұр бізден. Енді біз шешуі дейміз. 43-ті бөлеміз 4-ке, сонда 10 бүтін 3 қалдық шығады. Енді осыны тексеріп алайық. Ол үшін 10-ды көбейтеміз 4-ке және қосамыз 3 қалдықты, сонда 43 шығады. Демек, жауабы 10 рет 4 бөренеден және 1 рет 3 бөрене әкелген екен. 6-шы есеп. Жазу дұрыс болу үшін бос орындарға қалып қойған цифрларды жаз дейді. Бізге 3 және бос орын бөлу 3 деген сан берілген екен. Сонда бізде 10 бүтін 2 қалдық қалуы керек. Демек, біз
3-тен кейін бос орынға 2-ні қоямыз. Сонда 32. 32-ні 3-ке бөлсек 10 бүтін және 2 қалдық қалады. Келесі 77-ні қандай да бір санға бөлген кезде 12 бүтін және 5 қалдық қалуы керек дейді. Демек біз 77-ні 6-ға бөлеміз. Сонда бізде 12 бүтін және 5 қалдық қалады. Келесі 4 және белгісіз бір сан бар. Оны бөлген кезде 7-ге бізде қалуы керек белгісіз бүтін және 5 қалдық дейді. Олай болса біз 4-тен кейін 7-ні қоямыз. Сонда 47-ні 7-ге бөлеміз. Тең қалады бізде 6 бүтін және 5 қалдық. Келесі 9-ды 2-ге бөлген кезде қанша бүтін қалуы керек дейді. 9-ды 2-ге бөлетін болсақ 9-да бізде 2 4 бар. Демек 4 бүтін және 1 қалдық болады. Келесі 7-шінің А нұсқасы қалдықпен бөлуді орында. 5-ті 8-ге бөлетін болсақ, онда 0 бүтін болады, 5 қалдық болады. 4-ті 6-ға бөлетін болсақ, 0 бүтін және 4 қалдық болады. 50-ті 9-ға бөлетін болсақ, 9 бүтін және 5 қалдық қалады. 48-ті 7-ге бөлетін болсақ, 6 бүтін және 6 қалдық қалады. 84-ті 9-ға бөлетін болсақ, 9 бүтін және 3 қалдық қалады. 27-ні 5-ге бөлетін болсақ, 5 бүтін және 2 қалдық қалады. Келесі бізге ә есебін берген қалдықпен бөлуге тағы 3 мысал ойластыр дейді. Оны біз өз ойымыздан ойластырып көрейік. Мысалы мен мынандай мысал ойластырдым. 28-ді бөл 3-ке, сонда 9 бүтін 1 қалдық қалады. 44-ті бөл 6-ға, сонда 7 бүтін 2 қалдық қалады. 32-ні бөл 5-ке, сонда 6 бүтін 2 қалдық қалады деп өзім 2-3 мысал құрастырған болатынмын. Келесі 8-ші есеп тиімді есепте. Бұл жерде бізге көріп тұрғандарыңыздай стрелка берілген. Осы стрелкалар бойынша жүріп отырып есепті есептеп алатын боламыз. 4-ті көбейтсек 9-ға, онда бізде 36 болады. 36-ны жазып қоямыз. Енді 4-ті көбейтсек 10-ға, бізде 40 болады. 40-ты жазып қойдым. Енді 40-тан қандай да бір санды азайтқан кезде 36 қалуы керек. Демек 40-тан аламыз 4-ті, сонда 36 қалады. Осы есепті өрнек түрінде жазып қойдым. 4 көбейту 9 36 болады. 4 көбейту 10 және азайту 4 36 болады екен. Келесі екіншісінде 3-ті көбейтсек 29-ға 87 болады. 87-ні жазып қойдым. Енді 3-ті қандай да бір санға көбейткен кезде бір сан шығу керек. Және ол саннан алып тастаған кезде белгілі бір санды бізде 87 қалуы керек деп бізге жұмбақтап қойған. Бұл жерде енді не істейміз? Ол үшін мына бос тұрған 3-ті көбейт қандай да бір санға деп бос орын қойған ғой. Сол бос орынға мен 30-ды жазып көремін. Сонда 30-ды 3-ке көбейтетін болсақ 90 шығады. 90-ды жазып қоямын. Енді 90-нан қандай да бір санды алған кезде 87 қалу керек болса, демек 90-нан 3-ті азайтамын. Сонда 87 қалады екен. Есеп дұрыс шықты. Осы өрнекті де осылай осы жерге жазып қоямын. 3-ті көбейтемін 29-ға, тең болады 87. 3-ті көбейтемін 30-ға және одан азайтамын 3-ті, 87 болады екен. Келесі 9-ші есеп. Амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Бұл жерде көбінесе бізде жақша іші бірінші орындалады. Сол себепті жақша ішін бірінші орындайтын боламыз. 431-ден алып тастаймын 134-ті. Сонда 1-ден 4 алынбайды, біреуін қарызға сұраймын. 11-ден 4-ті алатын болсам 7 қалады. 3-тің орнында 2, 2-ге 1-ді қарызға сұраймын. 12-ден 3-ті алатын болсам 9 қалады. 4-тің орнында 3 қалды. 3-тен 1-ді аламыз 2. 297 шықты. Енді 341-ге 297-ні қосатын боламын. 1-ге 7-ні қоссам 8, 4-ке 9 қосатын болсам 13, 3-е түсіп 1 ойда. 3-ке 2-ні қосатын болсам 5, ойдағы 1-мен 6. Бірінші өрнектің мәні 638-ге тең болады. Келесі бізде жақша ішін бірінші орындаймыз. Демек 343-тен алып тастаймыз 43-ті. Сонда баған түрінде есептесек те, ойша есептесек те болады. Баған түрінде жазған болатынмын. Сонда бізде 300 қалады. Енді 434-тен алып тастаймыз 300-ді. Олай болса баған түрінде жазайық.
Мына жерде 4-тің өзі түседі. Келесі 3-тен 0-ді алатын болсақ, 3-тің өзі түседі және 4-тен 1-ді алатын болсақ, онда 1 түседі. 4-тен 3-ті азайтатын болсақ, 1 түседі. Сонда екінші өрнектің мәні 134-ге тең болады. Келесі 577-ден алып тастаймыз 236-ны. 7-ден 6-ны алсам 1 қалады. Келесі 7-ден 3-ті алатын болсам 4 қалады. 5-тен 2-ні алатын болсам 3 қалады. 341. Енді 341-ге қосамыз 85-ті. Немесе 85-ге қосамыз 341-ді. 5-ге 1-ді қоссам 6, 8-ге 4 қоссам 12, 2-сі түсіп 1 ойда. Мына жерде 3 қалады. 3-ге ойдағы 1-ді қосамыз 4. Сонда өрнектің мәні 426-ға тең болады екен. Келесі 333-тен алып тастаймыз 144-ті. Сонда 3-тен 4 алынбайды, сол себепті біреуін қарызға сұраймыз. 13-тен 4 алатын болсақ 9. Келесі 2-ден 4 алынбайды. 12-ден 4 алсақ 8 қалады. 3-тің орнында 2 қалды. 2-ден 1-ді алсақ 1 қалады. Сонда 189 қалады екен. Енді 222-ге 189-ды қосатын боламын. Сонда 2-ге 9-ды қосатын болсам 11, 1 түсіп 1 ойда. 2-ге 8-ді қоссақ 10, ойдағы 1 мен 11, 1 түсіп 1 ойда. 2-ге 1-ді қосатын болсақ 3, ойдағы 1 мен 4. Сонда 4-ші өрнектің мәні 411-ге тең болады екен. Келесі 890-нан алып тастаймын 800-ді. Сонда 0-ден 0 алатын болсақ 0 түседі. 9-дан 0-ді алатын болсақ 9 түседі. 8-ден 8-ді алатын болсақ 0 қалады. Сонда 90 болады. Енді 90-ды бөліп аламын 3-ке. Олай болса 3-ке бөлетін болсақ 3-тен беремін. 9-дан қайырамын және 3-тен беретін боламын. 3 жердегі 3-іміз 9. 9-дан 9-ды алсақ 0 қалады. 90-ның соңындағы 0-ді мына жаққа астына қарай түсіріп тіркеп жазамын. Сонда 90-ды 3-ке бөлсек 30 қалады. Енді 99-ға қосамын 30-ды. 9-ға 0-ді қоссам 9-дың өзі түседі. 9-ға 3-ті қоссам 12. Сонда өрнектің мәні 129-ға тең болады. Енді 320-дан алып тастаймыз 20-ны. Сонда 300-дің өзі қалады. Мына жерге жазып қойған болатынмын. 0-ден 0-ді аламыз 0, 2-ден 2-ні алсақ 0 және 3-тің өзі түседі. Сонда 300 болады. Енді 300-ді бөлеміз 10-ға. Сонда 30-дан қайырамын және 3-тен беретін боламын. 3 жердегі 10-ым 30. 30-ды жазамыз. 30-дан 30-ды алсақ 0. Мына жерде 300-дің соңындағы 1 0 қалды. Осы 0-ді төменге түсіріп 3-тің қасына тіркеймін. Сонда 30 болады екен. Енді 1000-нан алып тастаймын 30-ды. 0-ден 0-ді алсақ 0. Мына жерде 0-дің орнына 1-ді қарызға сұраймыз. Және одан 10-нан алсақ 3-ті 7 қалады. 10-ның орнында 9 қалды. 9-дың өзін түсіреміз. Сол кезде 970-ге тең болады екен. Келесі бізде 10-шы есеп. Мүсіншілер бақтағы 4 сая жолды безендіру үшін 38 мүсін жасады. Әр сая жолдағы мүсіндер теңдей болу үшін тағы неше мүсін жасауы керек? Бұлай болса есептің жоспарын құрамыз. Сая жол 4-еу, мүсін 38, әр сая жолдағы мүсіндер теңдей болу үшін қанша мүсін жасау керек? Осыны табуымыз керек. Жазамыз шешуі дейміздегіні 38 мүсінді 4 сая жолға бөлеміз. Сонда 9 бүтін және 2 қалдық шығады. Енді тексеріп алайық. 9-ды көбейтеміз 4-ке, сонда 36 болады. Оған 2-ні қосатын болсақ 38 болады. Енді бізге 4-ке дәл бөлінетіндей жоқтау санды табуымыз керек. 38-ге жақын сан болуы керек. Ол мысалға 40, 40 санды алдым. Енді 40-ты 4-ке бөлемін, сонда ол бөлінеді. Сонда ол 10-нан теді. Енді 9-ға біреуден жетпейді. Бірақ 2 қалдық бар. Тағы бізге сонда 2 мүсін жетпейді екен. Олай болса 2 қалдығы үшін 40-тан алып тастаймын 38-ді, сонда 2 қалдық бар. Екеуі бірігіп 1 бүтінді бізге береді екен. Сонда бізге 2 қалдық деген жетіспей тұрған екен. Енді жауабына жазамыз. 2 мүсін жасалуы керек.
осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Мақпал Ерболатқызы.